Сіздерге бір ғажайып туындыны көрсетейін, мінекей. Бұл шынайы патрульдік көлік емес, бұл қардан жасалған екен. Идея жаңа тест стробоскоптан бастап. Қорқып жердегілер көп енді әлгі үш машинаны қоятындар мынандайдан енді. Көрсетіп жүрсіз, бұл ағаш қой, Бұл әйнек емес, бұл ағаш. Бұның көбі негізі арнайы сатып алып деп ойлап жатыр. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Мен қазір Орал қаласының іргесіндегі Достық ауылында тұрмын. Сіздерге бір ғажайып туындыны көрсетейін, мінекей. Бұл шынайы патрульдік көлік емес, бұл қардан жасалған екен. Бұны жергілікті тұрғын Нәдір бауырымыз жасаған екен. Нәдір, қашан жасадың, қалай жасадың бұны? Коробка құрып, сол коробканың ішіне тығыздап салдым. Бұл 30 минутта бір сразу қатып қалатын нәрсе. Қар негізі қатып қалды сонда. Сондай бар екен негізі. Нәдір Қуанаев қардан көлік қалауға 6 күн уақыт жұмсапты. Макеттің биіктігі 1,5 метр, ал ұзындығы 3 метр шамасында. Идея жаңа тест стробоскоптан бастап. Жаңа үлкен стробоскоп, жаңа үлкен шығару үшін. Жар, мигалка, 3 бала жинайды. 3-ге қосады. Жыпылдақ, сосын бірге жыпылдайды. Сосын басқа да. Үйдің ауласын тәулік бойы патрульдік полиция күзетіп тұрғандай. Алыстан көргенде көліктің жай ғана макет екенін аңғару мүмкін емес. Қорқып жердегілер көп енді әлгі үш машинаны қоятындар мынандайдан енді. Бүгін көріс шықпай жатыр. Айтып тұрған мынадан қорқып атқан бар енді. Нәдір 25 жаста, кәсіби мамандығы механизатор. Ол Оралдағы компаниялардың бірінде ауыр техника жүргізеді. Техникаларды жөндеуге де электр сымдарын жалғауға да шебер. Патрульдік полиция көлігінің макетіне тағылған әртүрлі жарық шамдарды бір сымға жалғап, бір құрылғы арқылы басқаратын қылған. Ал көліктің төбесіндегі сигнал жабдығы сіз ойлағандай пластика емес. Бұл материалы, бұл әйнек емес, жаңа көрсетіп жүрсіз, бұл ағаш қой, Бұл әйнек емес, бұл ағаш. Бұның көбі негізі арнайы сатып алып деп ойлап жатыр. Отбасы мүшелері Нәдірдің еңбекқор екенін айтады. Тіпті бұл макетті тезірек аяқтау үшін түн ортасына дейін жүрген көрінеді. Бала деген сол түнімен жатпайды, сол сағат 2-ге дейін қолда пышағы, құралдарымен осы қарды қашайтта жатады. Дайын демал шай істеймін, таңертең жұмысың бар қойсам, жоқ ата мен кішкене шаруаларым бар, істеп тастайды. Ерінбейді бала деген. Жолдасым кешкі жұмыстан келгеннен кейін кешкі асты ішпестен сыртқа шығып кететін. Бар талпынысымен, шыдамдылығымен осы туындыны жасап шыққан болатын. Бұл туынды барлығына ұнады, қолдадым, сендім барлығын жасап шығатыныма, және де мақтан тұтамын. Түнде свет бар ғой, свет екі жақтан сүртіп жатыр. Қардан қаланған көлікті көзбен көруге келгендердің қарасы көп. Барлық телеарна, басылымдар мен сайттардан тілшілер де ағылып жатыр. Айта кетейік, бұл макет Нәдірдің алғашқы туындысы емес. Менің каналымда былтыр дәл осы кейіпкердің қардан мешіт тұрғызғанын көрсеткен едім. Сілтеме жоғарыда тұр, және видеоның төменгі жағына да сілтемесін қалдырдым. Оны да көріп шығыңыз.